Елбасы ұсынған 5 реформаны жүзеге асыру басталып та кетті. Соның екіншісі Қазақстанда заңның үстемдігі мен меншік құқығының қорғалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Мемлекеттік органдар жұмысын жетілдіру үшін шетелдік тәжірибе қолға алынбақ. Астанада А корпусының шенеуніктеріне британдық Prince 2 Project Management жүйесі бойынша семинар сабақтары басталды. Батыс Еуропа елдері мен ақш және Қытайда кеңінен қолданылатын жобаларды басқару менеджментінің арқасында экономикалық жетістіктерді арттыру көзделіп отыр. Маңызды мәселе ол мына жобалар басқару процесін, инструментариян енгізген кезде бұл мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы, өте қарсы сондай инструментарий. Себебі мынау жобалар басқару жүйесінде барлық бағдарламалар ол программа ретінде дайындалады, компьютер ретінде дайындалады. Сөйтіп компьютер арқылы кез келген уақытта жоба қандай этапта, қаржы қалай үнемделді, қалай жұмсалды, қай жаққа кетіп жатыр, соның барлығын қарап отыруға болады. Мемлекеттік қызметкерлерді жобаларды басқару жүйелерін енгізуде 20 жылдық тәжірибесі бар Пол Энтони Брэдли оқытуда. Айта кету керек, еліміздегі басқару жүйесіне мониторинг жасаған Тони Блэрдің сарапшылар тобы заманауи менеджменттің мемлекеттік бағдарламаларда жеткілікті қолданылмайтынын айтқан. Дегенмен британдық сарапшы Брэдли мырза атап өткендей, қазақстандық мемлекеттік қызмет саласының әлеуеті зор. Бұрында да жобалау мәселелері біздің оны оқығанбыз, білеміз, бірақ дегенмен шетелдік сараптамашылардың өзіндік көзқарасын біз осы жерде танысып шығуымыз керек. Яғни әрбір мәселеге қатысты сол мәселені нақты іске асыратын, мысалы айтамыз ғой, поставщиктер не істеу керек, мына жерде отырған қаржы мәселесімен айналысатын не істеу керек.